Типа подкаст. Мен сұрайын дегенім, жаңа жалғастырып, Жайнаның жалғасы болатын бола ма әлде болмай ма? Ол негізі өте қиын сұрақ десең, ол негізі андай ғой. Мен осы қазір соңғы кезде осы жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты әңгіме көп тараған кезде мен айтамын, әйелдің аузы қашан ашылады, еркектерден әділдік кеткен кезде ашылады деп ше. И сол Жайна сериалының түсірілім барысында мен тура жігіттердің тарапынан әділетсіздікті көп көрдім. Біз ол жерде жаңағы қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынасты барынша ашық жасағымыз келді, ашық айтқымыз келді. Бірақ продюсер жігіттер, әсіресе режиссер жігіттер, жоқ, жігіттер былай айтпайды, жігіттер былай лақтырып кетпейді, жігіттер былай ойламайды деп кәдімгідей көп нәрсені кейін тартты да. Сосын мен ол кезде жаңағы карантиннің алды, өзі быт-шыт болып абыр-сабыр болып жатқан кезіміз. Содан жарайды, не болса да осылай түсіре салайық деп солардың ығына жығылып кеттім ол кезде. Содан кейін жаңағы шыққанын көрген кезде ойладым, бекер тыңдадым оларды деп ше. Қате болды. Иә. Соларды тыңдаймын деп көп нәрселерді кестім, алдым, қостым, әйтеуір ананы қосу керек, мынаны қосу керек, жаңағы өздерін қосқысы келді, тыққысы келді, соларды жарайды, әйтеуір түсірсеңдер болды, идеяны іске асырсақ болды деп көне бердім да, соңында ең халыққа өткені онда 6-шы сериясы болды, алып қашу. Мен ол жерде өзімнің басынан өткен толықтай жаздым, ешкімді араластырған жоқпын, сол халыққа өтті. И соны ойлап отырмын да, әйел туралы нәрсені жазған кезде әйел ойлау керек, әйел жазу керек, ешкімді тыңдамау керек болды. Бұл сіздің экскьюзіңізден болған оқиға ғой? Тура солай болды, бірақ мен қайтып келген жоқпын. Ол жерде Жайнаны қайтаруды ойладым, өйткені жаңағы ары қарай басқа жігіттермен. Бірақ енді маған ұнағаны жаңағы Қалдыбек пе кейіпкердің аты? Соған түсіндірген ұнады да, ақылға шақырып парасат. Сол кезде барлығы маған көп жігіттер жазды сол кезде. Біз қыздарға біз услуга жасап жүрміз десек, алып қашып жаңағы қыздарға бір бақыт сыйлап жүрміз десек, біз оларды бақытсыз етіп жатыр екенбіз ғой деп айтқан кезде мен нақты андай болевой точканы таптым. Тура тиді, жігіттер ойлана бастады деп. Содан кейін қаншама қыздар жазды өздерінің оқиғаларын, біз тура осылайынан міне қалдық. Әлі күнге дейін осылай өмір сүріп жатырмыз деп. Сол кезде и сол сериядан кейін ойландым, мен негізі жігіттерді көп тыңдамауым керек еді сол кезде. Өзімнің жаңағы айтқанымды тұрып, алғашқы задумкаменен жасауым керек еді да. Сол үшін жаңағы жігіттер кішкене сол жақта кедергі болды. Енді команданың 80% ер адамдар ғой ол жерде, жаңағы световиктерің болсын, режиссер, оператор, барлығы, продюсерлер, барлығы. Жігіттер былай айтпайды, жігіттер былай ақталмайды, жігіттер былай істемейді деген сияқты нәрсені көп айтып кейін шегіндіре берді. Сөйтіп жаңағы задумкамыз әуел бастағы ойлағанымыз кішкене шикілеу болып шықты. Бірақ дегенмен өзінің көрерменін тапты. Көп қыздар әлі күнге дейін Жайна сияқты ойлаймыз, Жайна сияқты өмір сүргіміз келеді дейтін қыздар бар. Бірақ Жайна сияқты жалғыз қалғандарын қаламаймын әрине. Жайна ең соңында. Сосын біздің көрерменнің енді мен спойлер дейсіз. Спойлер болғанда андай да барлығы күтеді. Неге хэппи-энд болмайды, неге ол біреуге тұрмысқа шықпайды дейді. Мен айтамын, неге сендер ойлайсыңдар өмірдің хэппи-энді ол міндетті түрде біреуге тұрмысқа шығу. Әуелі өзімен өзі бақытты болып алсын ол. Ол міне жарты жылдың ішінде қаншама жігітпен кездесті, ол түсінді. Басқа біреумен емес. Бәрі соңына дейін қорқып отырып тағы берген дегенмен. Менен көбісі өтінді. Қоспаңызшы деді ғой, кәдімгі жалынды қыздар. Біздің де осындай өмірімізде бір үміт пайда болса екен, әйтеуір біреуге тие салғымыз келмейді, қасымызда жүрген біреуге соңғы мынау нұсқа әйтеуір осы бір вариантқа тие салайыншы деген болмасыншы деп жалынды кәдімгі қыздар. Мен де изначально біздің задумкамыз сол болған, ол кім көрінгенге қосылмау керек. Омар Хайямның сөзі бар ғой, ұмытпасам. Көрінген асты жегенше аштан өлгенің артық, көрінгенмен жүргенше жалғыз қалғаның артық деп. Сондықтан көрінгенмен жүріп, оның өзінде тіпті бір сенетін жігіт пайда болып еді, оның өзі жаңағыдай сатқындық жасады, дұрыс түсінбеді бір-бірлерін. Ол қыздың да тарапынан көп кемшіліктер болды, ол минус іздей бастады, өзіне сәл адам ұнай бастаса, одан минус іздей бастады. Сол ойлардың барлығын жаңағы қыздардың ішіндегі аласапаранын жеткізгіміз келді Жайна арқылы енді. Ал плюс деп аталатыны? Несе? Бізде андай ғой. Плюс деген ғана еске келеді. Плюс деп аталатыны енді өмірде әйтеуір бір біреуге қосылады ғой. Сол кезде кім болады екен деген сұрақ болды да бізде.
басында ойладық жаңағы жайна плюс бір әріпті қоямыз ба деп ше, бірақ сосын жоқ қоймаймыз, осылай плюс болып қалсын, жасына байланысты ма деп ойладым. жоқ. Ең басында сол бірінші сериясында туған күні болады, 27 жасқа келді деп. Сол кезде көрермендер неге ол 27-де, ол тым кәрі деп айтқандар болды. Мен айтам, ойбай құдай, неге кәрі деп. Ең гүлдеп атқан, саналы өмір сүріп атқан кезі деп. Иә, сосын бір сұрақ, меніңше бұл моментті сіздің шешіміңіз болмаған сияқты. Соңғы серияда Астананы Нұрсұлтан деп айтады. Соңғы сериялардың бірінде. Екеуі Айдар деген психолог жігітпен серуенде келе жатқан кезде Нұрсұлтанға бір семинарға ашамын дейді. Бізде ол сол кезде болды ғой, бүйтіп ауыз түйіс болып жатқан кез еді ғой барлығы. Сол кезде бізге екі вариантын ұмытпасам жаздыртты ғой деймін соның. Есімде Астана деп жаздыртты бір дубльда Нұрсұлтан деп жаздыртты. Сосын кейін Нұрсұлтан. Сіз шешімсіз қабылдаңыз. Ол жерде андай монтажда ертең соңғы монтажды қабылдайтын адамдар айтады да оны. Иә, маған ұнағаны өзіңіз 2 эпизодта түскеніңіз. Ол андай амалдың жоқтығынан ғой, ақша жоқ кәдімгідей. Басқа актерларға. Иә. Содан еще ақшаның жоқтығынан біз таңғы 4-те ана кейбір сахналар, кофе ішіп отыратын жерім, таңғы сахна ол таңғы 6 ма 7 ма, сол кезде ойла таңғы 7-тен келесі күнгі таңғы 7-ге дейін отырмыз. Ешкім жоқ площадкада. Соң өзім отырдым, шаршап, есім жоқ ана жерде кәдімгідей. Индира Байғұс басты рөлді ойнап атқан, сөйлемді құрай алмай жатыр. Ми істемейді уже, ұйқысы келіп жатыр да. Сіз соны қадағалап отырғандай болды да? Сол отырдым, бір қырынан отырдым, сосын жаңағы гинекологты ойнағанда, ол да таңғы сағат 4 пе, сондай кез ешкім жоқ площадкада. Қатаң дауыспен, қатаң немен. Ұрсып отырсың ғой. Иә, қызық болды. Сосын тағы бір, менде бірнеше сұрағым бар еді. Неге Мархаба Сәбидің өлеңдері тым көп емес пе? Маған айтты. Сол таң қалдық өзіміз, андай болды. Біз сериалды жазамыз, сосын жаңағы уже монтаж барлығы болады, сосын ән іздей бастадық. Не болса екен, қалай болса екен деп. Сосын тура сол мен ән іздеп отқан кезде Мархаба о неменені шығарады ғой. Рилсқа түсіреді, шығарады, міне жаңа трек дейді. И ана режиссерға көрсетем, және Паламорчук деген жігіт алғашқы 2 сериясын түсірген. Все, мынау күшті келеді дейді да, соны алып алады. Сосын келесі тағы бір сахнада монтаждап атқан кезде мына жеріне не қойсақ екен, мына жерде настроениесін киімдерді ауыстырып жатқан жерін көрсететін. Білмеймін, оны ұнайды мағанды қоя салайық деймін. Сөйтіп бүкіл жаңағы жайна, өзі еще Индира да қатты жақсы көреді Мархабаны. Білмеймін, сондай бір вайп болды. Иә, даже 5-6-дан көп болды. Одан кейін екінші жаңағы 4-ші сериясында ма бір дискотекаға баратын жерінде тағы да мына жерде бір билейтін движниковый ән керек еді деп Қайрат Нұртастың ба біреуін әнін алайын деп отқан кезде тағы қарап қалсақ, Мархаба жаңа трек дейді. Тура сол, иә, соның бір кусочегі келе қалады. Сонымен айтамын, Мархаба әйтеуір біз үшін ән жазады. Негізі күшті ғой, андай эйфория мед, сол сериалда да Лабиринт деген әншінің бүкіл әндері сол саундтрек болып жатыр. Өз болады бір вайп, сол әншінің сол сериалға келді. Өзі бір құдайдың бұйырып тұрғаны, Индира да өзі Мархабаны қатты сыйлап тыңдайды да. Соның бүкіл жаңағы көңіл күйі барлығы кеп тұрды. Ойнағанда да сол бір әдейі соған жазылған сияқты болып тұрды. Қызық. Сенің әнеге бір қызықты сұрағым бар еді. Қызық. Бірден секіріп кеттік. Анда переход жоқ па? Жаймен баратын. Бұл жолы жоқ. Мен жалпы қашан карантиннен басталды ғой, сол бірінші Жайна плюс, сосын көрші маған қатты ұнады сол сериал. Мен өзім кезінде мектепте оқып жүргенде көргенмін оны. Иә, мен ол уақытта 10-шы сыныпта болдым. Кәдімгідей көріп. Сен балапан туралы. Иә, оны сосын айтамын. Оған келемін қазір. Сөйтіп мен сценарист кім деген ішінде Перизат Мырзахметов, сосын вау дедім да бірінші, сосын бір таныс ат сияқты деп қоямын. Сөйтіп инстаграмыңызға кіргенде Гүлзада Ізден деген сізге жазылып қойыпты, сіздің инстаграмыңызға. Гүлзада Ізден. Ақтаудың қызы. Иә, Ақтаудың қызы ғой. Иә, Керім апай. Иә. Ол менің әпкем туған. Да, күшті. Иә, мен содан сәйкестично. Иә, 2014 жылы мен түскем, қай сезон, 3-ші сезон мен, сол кезде келгем мен. Кішкентайым ол кезде. 10 жыл бұрын, неше жыл бұрын. Содан есіме түсті. Вау деп сөйтіп мен ана сериалды
маған енді жайнан да көрдім, көрші де қаттырақ ұнады. Басқаша не болды да, қызық. Көрші ол оған көбірек уақыт жұмсалды. Оның түсіріліміне де, сценарийдің жазылуына да оны 2 адам болып жаздық, 2 жақтан отырып. Майя Искакова деген қыз, қазір әлі істейді, сәлемде ұмытпасам. Екеуміз отырып күн бойы ақылдасып, қалай істейміз. Енді бір бас жақсы, 2 бас одан да жақсы демекші. Екеуміз кәдімгідей жақсы нәрселер таптық, және ол ВГИКта оқып келген ғой. Ол орыстардың артхаус стильдерінен көп нәрселерді алды, жаңа көршілердің терезеден көріп қалатындарын бір-бірлерін. Сол идея маған қатты ұнап қалды. Сосын Майя ол кезде Алматыда бір ЖК-да тұратын, мынандай квадратик ішінде. Шынымен терезелер көрінетін. Бір-біріне көршілер көріп тұрады терезеден. Не болып жатқанын бәрі көрініп тұрады, егер жабық қоймаса. Содан екеуміз қиялданып ана жерге барамыз, көреміз терезелерді, мына жерден көруге болады екен деп сөйтіп түсірген сериал ол. Шын мәнінде ол да халыққа көп ұнады. Сосын ол жерде ең бірінші рет менің өзімнің арманымдағы нәрсе әйелдерді ұрыстырмай, жаңағы женская солидарность деген нәрсені көрсеткім келді. Әсіресе соңғы сериясында Рүстемнің әпкесіменен жаңағы Жанелдің екеуінің сөйлесетін жері бар. Әдетте бізде солай көрсетеді ғой, жаңағы қайнапкелері дұрыс түсінбейді, ұрсысып атады, сен басын айналдырып алдың, иттің бүйттің, ол айтады, мен басын айналдырдым дегенге сенбеймін. Менің інімнің де ақылы бар, сенің де ақылың бар деп жаңағыдай бір сабырлы түрде бір-біріне жеткізгісі келеді. Сол нәрсені, сол эпизод көп әйелдерге ұнады кәдімгідей. Әйелдерді ұрыстырмай-ақ ақылдасып, кеңесіп, бір бауырмалдық, мейірбандық көрсетуге болады екен ғой деп сол кезде айтты барлығы. Арманымды орындаған сериалдың біреуі көрші. Анаң ішіндегі жалпы көтерілген мәселе, соның бәрі ұнады маған. Жалпы андай жаңа бір жанр деуге де болады ғой, жас айырмашылық бар. Сосын жігіттерге ең ұнаған сахна, жігіт несіне, жездесіне келеді ғой, соны жездесі айтады ғой, мынауың үлкен әйел ғой, сен оған қалай ғашықпын деп айтасың, ол махаббат емес қой деп. Сосын айтады, жаңағы Рүстем айтады жездесіне, неге үлкен еркектер жас қыздарға ғашық болатын болса ол махаббат, ал үлкен әйелдер жас жігіттерге ғашық болатын болса ол махаббат емес деген. Содан кейін маған жігіттер жазады ғой, көп жігіттер, осындай бір жігіт кәдімгідей соңынан қалмай қойды. Маған бір мұғалім ұнайды, бірақ жаңағыдай ажырасып қайтып келген, қазір мені менсінбейді, сен баласың, сен бұл махаббат емес деп. Сіз айтыңызшы, ол махаббат қой деп. Сол сахнаны прям көп жігіттер сол сахнаны қолдады кәдімгідей. Ал сіз түсірген сериалдарда қатысқан шала қазақ тілі мәселесі болды ма, кейіпкерлердің сөйлегенде? Жоқ, мына көршімен жайнада минималистичный болып, 1-2 жерде давай деп қойған жерлері болды. Енді ол актердің бірі. Түстенейік па? Түстенейік деп айтқан жері болды ба? Сондай бір сөз болды. Көршіде болды ма? Сказ ішіп алайық деген сөз. Мүмкін. Бұл үлкен мәселе ма, әлде сіз үшін өмірде қалай болса солай көрсету керек? Мен негізі кеше ғана мысалы Гүлнұр Мамасарипова түсірген Біз екеуміз деген фильмнің тұсаукесеріне барып келдім. Қазақ тілінде органика жоқ дегеннің кәдімгідей балта шапты да апам. Диалогтарды өзі жазғаны көрініп тұр. Мамасарипова ол кісі енді шебер ғой сөздің, кәдімгідей көрініп тұр. Мынандай органика бар да сөйлеген кезде. Актерлармен жұмыс істеген. Бізде көп актер, бізде неге шала қазақша болып кетеді? Өйткені актерлар өмірдегідей сөйлеймін дейді да, аласапыран қылып жүреді. Не орысша емес, не қазақша емес, сосын орысша мәтелдерді қазақшаға аударады, қазақша мақалдарды орысшаға аударады. Кейде тым әдеби сөйлейді. Содан бір орта болмай қалады да. Сосын ол құлаққа түрпідей тиеді. Түсінбейсің, не айтып тұр деп. Мысалы, Жанар Айжанова ойнаған кезде сенесің ғой әрбір сөзіне. Ол әдеби сөйлейді, таза әдеби сөйлейді. Ол бір жаргондар, сленгтер қосып жатқан жоқ, орысша сөз қосып жатқан жоқ, таза қазақша сөйлейді. Бәріміз түсінеміз оны. Орыс тілді қазақтар да түсінеді оны. Өйткені онда органика бар. Ол өйткені өмірде солай сөйлейді. Бізде көп актерлар өмірде шала қазақ сөйлегеннен кейін, жаңағы, ой, мен әдеби сөйлемеймін деп, жаңағыдай шала қазақша қосып жібереді да. Бір қарайды мынау сөз дейді. Сондай нәрсе дұрыс емес та. Ал кеше біз екеумізде бір әдемі, кеше сол қазір осы жерін жазып аламын деп отырдым да, ұмытып кеттім, мына киноның әсеріне кетіп қалып. Бірақ көп жерлерінде бір қазақша әдемі андай айтпақшы деп айтатын сөздің өзін әдемі қосып жүрген жерлер болды да, бір байқамай қаласың, бірақ
жүрекке жылы жата қалады да, құлағыңа жылы жата қалады. Дәурен Серғазин Иә, түскен иә. Енді Дәурен өмірде қазақша сөйлейтін жігіт қой, әрбір сөзін өзіне ұнап жағып тұр. Мысалы Гүлназ өзінің образында қазақша сөйлеймін деп кішкене бір сенімсіздеу жерлер болып қалды, өйткені таза қазақша сөйлеймін деп, өйткені өмірде таза қазақша сөйлемейді ол. Көрдіңіз бе? Мәселе сонда. Ол актерлар қанша бұл әдеби тіл емес дегенменен тілдік норма біреу ақ қой. Біз ол агараки деп ешкім сөйлеп жатқан жоқ, әлқиса деп ешкім сөйлеп жатқан жоқ. Кәдімгі күнделікті қолданатын сөздерді дұрыс қолдана алу керек болды. Иә, бізде жаңағы мен театр және кино әртісі мамандығында оқимын. Қазір 2-ші курс шабытта. Лейло Бекназардың курсында. Сол бізде мысалы жаңағы сценарий береді, пьесаның сөздері бар, ішінде көп енді әдеби сөздер ғой. Мысалы ойнап жатқанда біреу түсінбей қалуы мүмкін, не айтып жатқанын түсінбейді да, сол үшін ол сенбейді. Иә, әрине. Ол сөзімен бірге жаңағы ісі де действие жоқ. Сосын жаңа келіп ұрсады, айтады, түсіндіреді. Ол осылай болып қалды деген сияқты. Орысша айтып түсіндіреді, апайымыз айналдырып былай сөйтіп. Соңында барып бірақ жетеді миыңа. Жалпы менде өзімде сондай нәрсе бар. Иә, сол кезде органика, мысалы бізде байқасаңдар, көп сериалдарда, фильмдерде, мысалы біздікілер тамақ ішіп отырған кезде ана сөзін ұмытып қалмау үшін тамақты ішпей сөйлеп алады әуелі. Сосын барып тамақты аузына салады. Өйткені ұмытып қалады, шатасып қалады да. Ал мысалы орыстардың сериалдарын көрсеңдер, шайнаңдап отырып, бірдеңен сораптап отырып сөйлей береді да. Иә, өмір бар. Мысалы, иә, Брэд Питт, мысалы, бірдеңе аузында екі ұртып толып отырады. Кез келген актрисаларды қарасаңдар, кәдімгі бірдеңесін істеп жатады, бірдеңесін жуып жатады. Мысалы, мен бір сериалда кәдімгідей актриса тігін машинесімен жұмыс істеп отыру керек болды да, анау істей алмайды, аузы бөлек сөйлей алмайды, қолы бірге екеуі істей алмайды. Сөйлесе ананы ісін ұмытып қалады, ананы айналдырып жатса сөзін ұмытып қалады да, сөйтіп тоқтатып қойып, органика кетіп қалады ол кезде. Енді біз өмірде қалай істейміз? Шешелеріміз бірдеңені істеп отырып, бұрқылдап сөйлеп отырып, жаңағы сол ғой органика дегеніміз. Ол актердің мәселесі ма? Ол актердің мәселесі. Ол сосын режиссердің енді онымен жұмыс істеуінде де қатты басып жіберсең де олар жаттанды сөз болып кетеді. Бәрібір нәзік нәрселерін табу керек та. Ол жағынан жаңағы Женя Баламарчук жайнан түсірген актерлармен керемет жұмыс істейтін. Кәдімгідей кіріп түсіндіретін. Міне мына сахнаның алдында мынандай нәрсе болған, ол осыған қазір мынандай көңіл күйде отыр деп барлық жағдайды түсіндіреді, ішкі жағдайын түсіндіреді әсіресе актерға. Сол кезде актерға да жеңілірек кіру рөлге. Әйтпесе мен көп актерларды білем, қазір қай сахна болып отқанын білмейді, оған дейін қандай сахна болғанын білмейді. Байланыстыра алмайды, өйткені олар жаңағы серия бойынша қатарынан түсірілмейді ғой. Станиславскийдің әдісін білмейсіз. Линия бойынша түсірілмейді ғой бізде. Жаңағы сахнаға байланысты, мысалы бір квартирада біз бір айдың оқиғасын түсіріп алу үшін сол кезде сен 10 түрлі сахна түсіріп тастайсың да, ол әр жерінен болады фильмдің мысалы. И соны түсінбейді да, олар жаңағы лағып ойнай береді әйтеуір, примерно мына сөзіне қарасаң. Бәрі ондай емес шығар. Жоқ, бәрі ондай емес. Жоқ, қазіргі мынау жаңа буын келе жатқан, олар басқаша мүлдем өсіп келе жатыр. Әлде Голливудқа қарай ма, кішкене мына театралдық жоқ, қатты театрдың жаңағы театрдағыдай ұзақ ойланып қалу деген жоқ та, қазіргі жаңағы актерлар күшті бір жолдарын ойлап тапқан өздері, тез сөйлеп жаңағы әрекетімен бәрін байланыстырып, сондай бір жас буын өсіп келе жатыр. Осы кейінгі мына Черный дворды қарап отырсам, қырғыздардың балалар мүлдем басқаша ойнайды. Ол жерде басты кейіпкерлер қазақтар. Иә, біздің балалар барлығы, солар неде түскен, Мяу деген сериалда түскен балалар мүлдем басқаша ойнайды. И оларға қарап, театрда ойнап келген актерлардың барлықтары, балаларға қарап, олар басқаша ойнап жатыр да. Соған қарап өзім ойланам, бір күшті әдемі симбиоз өсіп жатыр да қазір. Актерлардан да, режиссерлардан да бұрынғыдай жаңағы өтірік постановочный сахналар емес, кәдімгі өмірдің андай дышать деп айтады ғой, кәдімгі камерада қозғалып бірге статичный емес, мына точкадан бұрылма, мына точкада ғана сөйле деген нәрсе жоқ қазір. Қазір актермен бірге қимылдайды, жарық барлығы сол актерға байланысты қойылады деген сияқты. Сен сол буынның өкілісің ба? Жаңа буынның? Иә. 2004-тер дұрыс. Сол буын ғой, сол буын. Фэтшейминг мәселесі қызықтырады. Мысалы, Калифорнияның қар деген клипін көрсеңіз, сонда не туралы еді оның клипі бар ма өзі? Мұңға батып деген, сол ғой. Әнін білем, сол клипінде бір толық қыздан қашып жүреді, толық болғандықтан шошып.
бұны бір әшкерелеу керек шығар деп ойлаймын. Бұндайды айтып оларға айтылды ма оларға әлде? Мен енді Калифорния әншілердің жалпы мен әндерінің қазір клип көрмейді екен. Бұрын әйтеуір орданың кезінде бір клиптар көретінмін. Сосын 91-ның клиптары ұнайтын маған, бір басқаша нәрселер болатын да. Басқа әншілердің клиптары қазір қызық емес. Қазір андай ғой, бір бұрынғыдай бір идея жоқты клиптарда, әйтеуір бір әдемі видеоряд жинап алады да, сонымен түсіре береді деген сияқты. Сол әйелге қатысты бір таптауырындарды жинап әлі де жинақтап жүрген сияқты кейбір өнерлер. Білім жетіспейді да енді, айналада не болып жатқанын түсінбейді. Мен оны енді әншілерге айттым деп айта алмаймын, мен квеншіктерге айтқам оны. Есін аға шақырып біздің редакторларға қандай ақылды кеңесің бар, не жетпейді, не деп мен сол кезде барып айтқам. Олар соңғы кезде өте көп жаңағы әсіресе қазылардың ортасында отырған Марат Достаевқа жиі тиісетін. Тиіскенде де нақты семіздігіне қатысты көп тиісетін. Мен сол үшін ұрыстым, кәдімгідей жігіттер былай болмайды. Егер сендер сахнадағы адамдар рұқсат беріп тұрсаңдар, адамды сырт келбетіне келеме жетуді рұқсат беріп тұрсаңдар, көріп отырған адамдар ойлайды, экрандағының бәрі рас, бәрі дұрыс, олай өмірде де істей беруге болады деп. Ондайды тоқтатыңдар, сексизмді тоқтатыңдар, жаңағы фэтшеймингті тоқтатыңдар. Жалпы түр келбетке қатысты әзілдердің модасы баяғыда өтіп кеткен. Оған қатысты әзілдер болмау керек деп біраз сөйлегем. Түсінгендер түсінді, түсінбегендер қалды әйтеуір. Бірақ айтатын жалғыз олардың сылтауы, Марат өзі соған рұқсат береді дейді да. Енді Марат ол жігіт қой. Оған қолайлы. Ол қолайлыдан бұрын ол енді әзілдің адамы болған соң кішкене естіп түсінгісі келеді, жаңағы енді жігіттердің, қыздардың жолдарын бөгегісі келмейді. Енді жарайды, енді мен мазақтағыларың келіп тұрмын, ал мазақтаңдар дейді да. Енді еркек басыменен қазір маған ұнамайтын әзіл деп отырғысы келмейді да оның. Әйтпесе бәрібір оның да көңіліне батады ғой. Сосын және ол енді бәрібір оның артында қаншама адам бар. Тура сондай денесі бар, тура сондай жаңағы проблемаменен өмір сүріп жатқан адамдар бар да. И олар да ертең ойлайды ғой, рұқсат беріп тұр, ресми сахнадан осылайынан айтып тұр, үлкен сахнадан. Ол дұрыс емес. Сосын енді әншілердің клиптарын білмеймін, енді қазір соңғы кезде мына осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты бүкіл текстеріне неше түрлі бәлелер шығып жатыр ғой, мен тыңдамайды екенмін. Андай жаңағы неме дейді, мен сені ұрып жіберем, жыныма тиме деген әндер бар екен ғой, Құдай сақтасын. Білмейді екенмін. Қанайдың әні де осы жақында бір талдауды көрдім. Жайнада түскен Қанай. Иә, ол кезде ондай әні жоқ еді, ол кезде ол кішкентай бала еді, оны ешкім танымайтын. Қазір олар енді жаңағы ішкі бір агрессорларын шығарып жатыр ма енді. Таспай деген әншінің мынандай фразасы бар, оралма қашқын деген әнде. Жалпы маған ән ұнайды, бірақ бір фраза проблематик сияқты көрінді, әйел оптикасынан. Маған жар керек, сынып қалсам жөндейтін. Яғни бір әйелге жүктеп қойған сияқты сол функцияны. Енді ол олай емес пе? Жоқ, тура солайынан. Ол бүгінде кім, Әлішер деген бір әншіні жазып жатыр. Ол сен үшін боянатын, ол сен үшін киінетін, сен неге оны сыйламайсың деп жаңа типа жігіттерге тиісіп жатыр. И комментарийда қыздардың бәрі біз өзіміз үшін боянамыз, біз өзіміз үшін киінеміз. Ол шын мәнінде солай. Бізге өзіміз енді киінген кезде таңертең мен ойбай біреуге ұнайын деп киінбеймін, мен өзіме көңіл күй жасаймын. Болды. Өзім үшін киінемін, өзім үшін боянамын, өзім үшін таранамын, маған біреуге ұнау үшін емес. И ол білімнің барлығы біздің қазаққа енді келіп жатыр да. Ондай нәрсе қыздар мына бәрібір қазір бәрібір жылдамырақ жетеді ғой бізге. Әлемде болып жатқан трендтер. Ол трендтің өзі батыста осы жақында ғана болды. 5-6 жыл бұрын ғана болды ол тренд. Жаңағы біз өзіміз үшін киінеміз, өзіміз үшін өмір сүреміз, ешкім үшін емес деген нәрсе. Енді ол осы TikTok-тың жаңағы Instagram-ның арқасында бізге жылдамырақ жетіп жатыр да. Егер бұрынғы заман болатын болса, ол тіпті 10 жылдап, 15 жылдап келетін бе еді мысалы. Феминизмнің өзі мысалы оларда 30 жыл бұрын шулап, дулап кеткен кезде бізге енді келіп феминизм деген ол не, ол нанға қосып жейтін нан ба, неме, майма деген сияқты нәрсе біз кәдімгідей жевать етіп түсіндіріп жатырмыз да халыққа. Сондықтан шығармашылықта ондай нәрсе болады, и оған біз сауатты көзқараспенен жаңағы айтып түсіндіре алсақ халыққа. Мысалы қазір ойбақ деген бір парақша бар. Білмеймін кім екенін, артында кім тұрғанын білмеймін, бірақ маған бір рет жазып парақшамызды көріп шықтым. Шынымен әндерді, фильмдерді сол тараптан жаңағы именно фем-оптикадан қарайды екен да. И әдемі түсіндіреді, сауатты түсіндіреді, ешқандай эмоциясыз, экспрессиясыз. Жігіттерім негізі былай. Әйелдердің мына жағында былай ойлаймыз, былай тұрамыз, әлемде мынандай болып жатыр деген сияқты күшті түсіндіреді. Америкада енді феминизм деген нәрсе бізден бұрынырақ пайда болды.
жаңағы оларда да сөз бостандығы деймін, соның барлығы бұрыннан бар. Жаңағы мысалы очень страшное кино деген болды кезінде. Scary movie. Мықты комедия ғой негізі. Бірақ қазіргі Американың несі бойынша ол іске жарамайды cancel culture пайда болғалы, ол нәрсе кішкене андай көп нәрсе болмайды ішіндегілер. Енді олардың өзі көрдің бе, осыған енді келіп жатыр. Олар енді ғана, енді олар түсінген шығар медианың күші қандай нәрсе екенін. Мен медианың күшін түсінгелі кәдімгідей ауызды байқап ашу керек, ауыздан авария болмауды ойлау керек деген нәрсе да. Өйткені бір сөзің, бір әнің, бір кадрың басқа адамға зиян келетін болса, ол өнер адамы ретінде дұрыс емес та, мысалы. Қадағалап жүру керек. Сондықтан cancel жасауға болады деп ойлайсыз ба? Cancel жасалу керек, мәдениет пе? Бірақ ол да жөнімен болу керек та. Мысалы, Корея, осы өткенде біз өзіміздің бір подкастта соны айтқан болатынбыз. Мысалы Кореяда актерлар, әншілер жаңағыдай бірдеңеге ұрынып қалатын болса, бір ұятты нәрсеге ұрынып қалатын болса, оларға бүкіл халықтық атака жасалады кәдімгідей. Содан көбісі өзіне өзі қол жұмсайды, депрессияға түседі, жаңағы наркоман болып кетеді, одан сайын ол дұрыс емес. Ол одан сайын кері cancel болып тұр да ол. Адамдар бір адамды жақтаймыз деп, мысалы ана кісі мысалы бір адамды зорлады екен, немесе харасмент болды екен, сол үшін оны cancel жасаймыз деп біз екінші адамның да өмірін құртып тұрмыз. Ал о жағынан мынау Тодоренко ұмытпасам, жаңағы әйелдерді ұруға болады деп бірдеңе деп айтып қалды да, өз аузынан авария болды да, бүкіл оған қарсы шықты, бүкіл жарнамадан айырылды. Бірақ сосын ол кешірім сұрады, халықтың алдына шықты да, кешіріңіздер деді де, әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғайтын орталықтар аша бастады. Көрдің бе? Ол өзінің айтқан қателігін мойындады, түсінді және сол нәрсенің зардабын жоятын нәрсеге көмектесе бастады. Бізде менің ойымша сондай болу керек. Cancel-дың өзінің бір мәдениеті болу керек. Аузынан авария болмайтын адам жоқ негізі. Мысалы өткенде Жахалевтің бәріміз жерден алып жерге салып бытшын шығарып жатырмыз ғой. И олар да жаңағыдай мен олай айтқан жоқпын, сендер мені дұрыс түсінген жоқсың, өзімізді кінәлі қылады да. Одан да ол жерде мен дұрыс айтпай қалдым. Эмоцияға беріліп, жаңағы тақырыпты дұрыс түсінбесем де айтып қалдым. Бірақ енді мен болашақта бұл нәрсені қайталамаймын, менің бүкіл әндерім тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы болады деп айтатын болса, ол мүлдем басқа нәрсе да, басқа деңгей. Біз жаңағы одан сайын зорлық-зомбылықты үдете бермей, бір-бірімізге ер мен әйелді қарсы қойып, немесе мұсылман мен мұсылман еместі бір-біріне қарсы қойып қоя бергенше, сондай бір шешімін табу керек та. Біз енді өркениетті, азаматтық қоғам, зиялы қоғам құрамыз дейміз да, бірақ өзіміз керісінше жаңағы қазір кішкене енді адамдардың бір қалай айтсам екен, ашуын түсінем бір жағынан. Қазір Қуандық Бишімбаевты мысалы қабандық деп жазады, неше түрлі жаңағы атын неше түрлі қылып аударып алғанда, каламбур. Түсінем ашу, түсінем эмоция, түсінем жаңағы үстем тап емес, енді бір жаңағы мынау байлығы сәл жоғары тапқа деген бір өкпе, реніш бар, ыза бар. Бірақ дегенменен де бір адамгершілік бізде де сақталу керек қой. Біз оның адамгершілігін жаңағы адамгершілігі жоқ екенін әшкерелейміз деп өзіміз сол деңгейге түсіп кетіп жатырмыз да. Біз мысалы Ресейдің шовинизміне қарсы шығамыз деп өзіміз шовинист болып кетпеуіміз керек. Сол дұрыс емес. Біз егер шын мәнінде біреуді түзегіміз келетін болса, біреудің бізге қарсы жаңағы әрекетін түзегіміз келетін болса, біз өзіміз сол әрекетті қайталамауымыз керек қой. Бұл тұрғыда адам құқы, этика деген нәрселер діннің моралінің орнына жүре алады деп ойлайсыз ба? Біреу дінмен есептейді ғой бұның бәрі, діни тұрғыдан. Ал қазір менің ойымша жаңа дін ол адам құқы мен психология жаңа дін сияқты. Ондай бар ма? Меніңше солайынан. Қазір енді мынандай болып кетті ғой. Бағана ғана телеграмда жазып едім, екінің бірі адвокат, екінің бірі психолог, екінің бірі имам, кәдімгідей біреуді шыға келесің. Бірақ ең соңында кез келген дін болсын, кез келген ғылым болсын, бәрінің ең соңында ол адамның қауіпсіздігі ғой. Қоғамда өмір сүрудің қауіпсіздігі болды. Соның ғана айналасында болу керек әңгіменің барлығы, біздің беретін тәрбиенің барлығы, медианың барлығы. Сондықтан бір-бірімізбен сыйластықта өмір сүре аламыз деп ойлаймын. Оған біздің санамыз да біліміміз де жетеді, бірақ
бір эгомыз жібермейді да, менікі дұрыс деген нәрседе. Егер дін адам қауіпсіздік туралы деп есептесек, онда оны адамдар өзі ойлап тапты деп айтуға бола ма? Дінді адам ойлап тапты деген бір теория бар. Сосын ол жоғарыдан келді деген бір теория бар да. Сіз қайсына бір жақындаусыз деген сияқты. Мен әйтеуір бір тылсым күштің бар екеніне білем, сенем, және ол сенім маған көмектеседі көп жағдайда. Бірақ қаншама ғасыр өмір сүріп жатқанда адамдар сол уақытқа сәйкес өздерінің бір ережелерін ойлап табады. Оны Құдай айтты дейді, пайғамбар айтты дейді, үйтті дейді, бүйтті дейді, әйтеуір бір, өйткені бізде адамдар бәрібір бір жоғары тылсымға сенеді, ол тылсымға сендіретін сондай бір жаңағы ережелер бар болды. Бірақ қандай дінді алсаң да, адамзаттың алтын ережесі деген бар, ең бастысы адамға зиян тигізбе, басқа адамға. Ол қай діннің, өзіңе тілемегенді басқаға жасама, жаңағы өзің түскің келмейтін орды басқаға қазба деген сияқты нәрсе барлық діннің текстінде бар. Сондықтан ойлаймын, ол және жаңағы енді айтамыз ғой, 4 кітап түсті, бірінен кейін бірі деген сияқты, өңделді, жаңағы редакцияланды деген сияқты. Сіздің мамандығыңыз. Сондықтан ең басты түп негізгісі адамдардың қауіпсіз бір-бірімен бауырластықта өмір сүруі ғой. Ол қай заманда болмасын, қай уақытта болмасын, қай қоғамда болмасын. Бірақ өкінішке қарай енді сол интерпретациясы әртүрлі болып кетеді. Сол өткенде жаңағы Ниса сүресінің өзін әртүрлі интерпретациясы. Ол әйел туралы сүре. Әйелді ұруға болады деген. Сол оны араб тілді ғалымдардың өзі ол ұру емес деп айтады. Сөйтсе оны біздің қазақ тілді имамдар келеді да, жоқ ол ұру деген сөз деп арабтарға үйретеді оны. Сол жағынан ғой дау туып жатқаны негізі. Әуел баста сол жаңағы дінді бәрібір енді адам таратқаннан кейін ол жерде человеческий фактор бар да. Сол өзінің психологиялық жағдайы бар, ол жерде бір әлеуметтік жағдайы бар, соның бәрі қосылады, соның бәрі жаңағы наслаивается орысша айтқан кезде. Сол кезде ол кішкене басқаша болып келеді да саған келген кезде. Әйтпесе бірақ ереже бар, ешкімге зиянын тигізбе болды. Ешкімге зиян тигізбеу жайлы кеше осы алдыңғы күні ма Құлсары жақта бір апа ұршық иіріп отыр. Кері ұршық иіру. Енді күшті ұрымдарды айтып жатыр ғой, қазір мен тиктоктан көріп сондайлардың да мәз болып отырмын. Былтыр тасаттық болды. Тасаттық болды. Сосын енді жаңағы долы қатындарды шақырды, өзенге жаңағы дәрет сындырсын қарсы деп. Енді оның бәрі халықтың бір сенетін күші. Енді ана жерде жаңағы өзін имам деп таныстырды ғой ана жігіт, жаңағыдай бұлай болмайды ырымдауға деген сияқты. Имамдар өзі келіп істемей ма негізі, оны айтпай ма? Негізі сол ғой. Бұл қате жаңағыдай. Ол ана білесің ба, меня зовут Хан бар ғой, мысалы. Сол кезде ол діннің өкілі ғой, былай қарап тұрсаң, ол мұсылман, бірақ барады да кәдімгідей жұртпен бірге жүктің барлығын тасып, және басқа діннің өкілдеріне көмектеседі ол. Ол мұсылмандарға көмектеспейді, ол басқа діннің өкілдеріне көмектеседі. Бізде мен әлі бір имамның сондай бүйтіп белсене қатысып бір жат жүргенін көрмедім. Тек ағаш отырғызғанда ғана келеді. Сол кезде ғана келді ме, онысын да көрмедім әйтеуір. Сосын жаңағыдай жұрттың бәрін жақсылыққа мешітте отырып үндеу ол басқа да. Жұрттың арасында жаңағы сәлдеңді шешіп тастап ақтер көктер болып жұмыс істеп жүру, бір дұғаларыңды үйрету, адамдарға сенейік, бәрі күшіміз бірлікте болады деген сияқты әңгімелерді айту, ол сол жерде на месте шешілу керек та. Енді анау апаға риза болғаным жаңағыдай ешқандай айғай-шу, қарағым қой деп жүрген күшті. Мен анамын ұршық иіретін. Дұрыс қой, енді әркім қолынан келгенін істеп жатыр да. Халықтың тағы да бір андай өзін өзі алып шығады ғой, бізде қандай батпаққа түссек те бүйтіп өзінің желкесіне бүйтіп сүйреп алып шығады халық ше. Халық әйтеуір қолынан келгенін істеп жатыр ғой. Бұл тәңіршілдіктің қалдықтары деп айтады. Соны бір Қатыршат Шүленбаев деген мифолог ба, кеңес одағы кезінде болған павлодарлық кісі қайтыс болып кетті. Оның «Маги, боги и действительность» деген просоветтік кітабы бар да. Андай атеистік тұрғыдан жазған, андай діни ұғымдарды әшкерелеу үшін. Бірақ өте құнды нәрселер бар. Сонда бір байқағаным, қазір менше айтылмайтын сияқты, ай мен күнге байланысты аттардың бәрі тәңіршілдіктен келген сияқты. Өйткені бұрын күнге қарап бидай шашатын, бір күнді бидай жақсы өссін егістік деген сияқты бидай шашатын бір ырым болған. Соны сипаттайды Шүленбаев. Және мен содан түйгенім,
ай мен күнге қатысты аттар, жұлдыз, бәрі тәңіршілдік енді жақсы сияқты. Жалпы біздің мақал мәтелдердің барлығында мысалы жаңағыдай бір сакралды мағына береді ғой кез келген затқа, жаңағы жан жануарларға, ай, күн, жұлдыз, жел барлығынан бір сакралды кие ұғымы ретінде. Енді оны ойбай бұлар надан болған, итті битті дегенменен кейін ғылымда оның мәні бар екенін түсінесің да. Практикалық. Практикалық, кәдімгідей мәні бар, оның ешқандай біз өзіміз қанша ойбай, осы жақында ғана тоже бір комментарийда айтып қалыпты, олар надандар ғой, күнге табынған, айға табынған, бүйткен сөйткен, бірақ олар сол арқылы қаншама өздерінің шаруашылығын ретке келтіріп отырған. Мысалы, ай қашан туады, ол шалқасынан ба, етпетінен ба, толды ма, барлығын біліп отырғанда, мысалы, үркер, шолпан, олардың қай жақтан туғанына байланысты, жаңа темір қазыққа қарап жолды, оның барлығы білім, үлкен білім. И мен қазіргі біздің кинематографияда соның нәрсенің көрініс тапқанын қалаймын. Мысалы, выжившийді көрген кезде Ди Каприо ойнайтын ше, сонда ол ана табиғи жаңағы алапат күшпенен алысудың кезінде жаңағы өзінің білімдерін пайдаланады ғой. Табиғаттағы білімдерін, жылқының ішіне ұйықтайды. Соның ұйықтаудың өзі, оның ана қай мүшесін алып жеу керек екенін өзі, ол қаншалықты жаңа күш қуат беретін барлығын ол біліп тұр. Оны қазақтар да білген. Енді сол нәрсе бізде мысалы фильмдерде көрсетілсе екен деймін да, мысалы өтірік жаңағы шайдың басындағы әңгіме емес, осы тіпті су тасқыны болып жатқан кезде де мен атам марқұм кәдімгідей әңгімелерінде айтып отыратын, бүгін там жұлдыз жиі болып тұр, ертең күн жылы болады. Бүгін өрмекші жаңағы өрмегін жинап апты, дауыл болады ертең. Жылан ініне тереңірек кіріп кетті, биыл қыс қатты болады деген сияқты нәрселерді айтып отыратын. Сол білім барлығы бізде қалу керек еді ғой. Бірақ жаңағыдай ислам діні келгеннен кейін кішкене көп нәрселерді жаңағыдай болмайды, ырымға сенуге болмайды деп. Сосын қазір осы әңгімені тағы да қайталай берем. Тауып Қырымжанов деген фэнтези жазушы бар, ертең бұйыртса сол кісінің кітабы шығайын деп жатыр. Сонда жаңа Зайтун Қарлығаштың ерлігі деген фэнтези жанрында жазған, ол кісі Толкиннің шәкірті, қазақ тілді деп өзі былай айтады жазушылар өздерінің ішінде. Сонда жаңағы Зайтун Қарлығаштың ерлігінде де ішінде жаңағы бір ырымдарды, мифтерді, жаңағы киіз үйдің қалай жасалғанын, мынау қазақы ілім білім ырымдардың бір мағынасын түсіндіреді да ол жерде. Сондай шығармалар ертең экранизация болатын болса, біз мынау анимеден көретін, бүкіл Марвелдан, басқалардан көретін, біз мысалы өзіміздің халықтың ұстанымынан гөрі, дүние танымынан гөрі басқа халықтың дүние танымын қазір жатқа біліп алдық қой. Оның бәрі медианың күші. Медиа кәдімгідей Хэллоуинді мен қалай басталып, қалай аяқталатынын, неге ондай костюм киетінін барлығын білемін да мысалы. Бірақ наурызда нақты қандай ырымдар бар екенін мысалы біз өте аз білеміз. Егер соның бәрі ақырын кіре беретін болса, және ол сәтті шығатын болса, меніңше көп нәрселер. Біздің өзіміздің фантастик фо бар ғой, фантастикалық төрттік, ол желаяқ, таусоғар. Ертөстікті мысалы шығарса, қандай мысалы, сол жаңағы Зайтун Қарлығашта да жаңағы жер асты патшалығы, жер үсті патшалығы, көк патшалығы. Бапы хан жоқ па жер астында? Бапы хан емес, ол жерде жаңағы аспан деген ғұлама бар ол жерде. Жаңағы олар мәңгілік өмір сүреді, олардың шек қарындарын алып тастаған, олар тек қана сәулемен ғана күн кешеді деген сияқты күшті нәрселер бар. Соны әрбір сөйлемін оққан сайын көз алдымда кадрлар кетіп жатады да, бір актерлардың түрлерімен кәдімгідей күшті. Алғашқы кітап ма? Жоқ, ол кісі 80-ші жылда жазып кеткен бұл шығармаларын. Сосын білмеймін, мен енді сенгім келмейді ол нәрсеге, бірақ әйтеуір 90-шы жылдар, 2000-шы жылдар ол кісілердің кітаптарын жоқ қылып жүрген кәдімгідей. Мен таппай қойдым ешқайдан. Ол кісі көзі тұр ма қазір? Жоқ, қайтыс болып кетті ол кісі. Сосын кейін мен бір досын тауып алып, сол кісіден өзінің кітабының бір 2 нұсқасы қалған екен, соны алып қайтадан оқысам, шын мәнінде ол жерде қазақтың жаңағы жын, дию, пері деген исламға кішкене кереғар нәрселер көп екен де, соны ойлап қоямын. Неужели ислам дінінің өкілдері ондай кітаптарды сол жаңағы жойып жүруге атсалысты ма деген. Күшті конспирология. Иә. Сондай неге ондай, өйткені басты кейіпкер қыз бала, Әукебай батырдың жаңағы бұл менің ұрпағым деп таныстырады, және бізде енді ері бала ғана ұрпақ деген сияқты бір нелер бар ғой, ұстанымдар деймін ба, қалай айтсам екен. Таптаурын дейсіз. Иә, таптаурындар сол. Тауып Қырымжанов ол жағынан алған кезде ол өзінің заманынан озып ойлағанда, ол мысалы қазір мен білмеппін, күшті.
DC, Marvelда олар мир создавать еткен ғой. Кәдімгі өзінің әлемі бар да, оның өзінің ережелері бар, өзінің кейіпкерлері бар, ол жерде жаңағы физика заңдылықтары басқаша жұмыс істейді деген сияқты. И ондай әлем, мысалы, Властелин колецтің өзінің мирі бар. Немесе жаңағы тағы не бар, Аватар, мысалы, өзінің, Гарри Поттер, өздерінің мирлары бар. И сондай әлемді бірінші қазақта жасаған ол Тауып Қырымжанов. Сосын Серікбол Қондыбай ма? Иә, одан кейін Серікбол Қондыбай. И Тауып Қырымжановты енді сол жаңа қолға алып енді жасап жатқаны кәдімгідей өзім ертеден енді ештен кеш жақсы дейміз ғой, сондықтан қазіргі ұрпаққа барынша таратуға тырысамын. Енді қазір Зира Наурызбаева мысалы Бату менен оның достарының басынан кешкендері деп 3 кітап па 4 кітап жазды ғой. Сондай нәрселер балалардың арасына кеңірек таралса, балаларда да бір ары қарай комикс салуға болсын, әйтеуір шығармашылық дамуға болсын, өзіміздің кейіпкерлерді салуға көп әсер етеді деп ойлаймын. Ал егер Абай жолына зомби қосып жіберсе, қалай болады сізге? Неге қарсы емеспін, дым қарсы емеспін. Мысалы мен аны Бекмамбетов қоя түсірген Линкольн вампирлармен күресетін. Вот маған сондай идеялар ұнайды. Мэшап деп айтылады, жанр, микс. Ода мысалы бірақ Абайды қорғаушыларға не деп жауап беруге болады? Бұл олар киелендіріп қойған ғой Абайды, иә? Енді біз оған жаңағыдай ішіне зомби қосып, оның қолына айбалтақ жаңағы сарымсақ беріп қойғаннан оның киелігі түсқалмайтын шығар. Керісінше оның таралуы, оның кеңінен танылуы деген сияқты нәрсе ғой. Неге фантастика қоспасқа? Абай жолы бәрі білетін, бірақ ешкім оқымаған кітап сияқты көрінеді да көбісіне, кейбіреуіне. Сондықтан солай болсын таратудың бір әдісі сияқты. Мен мысалы оқымағанмын Абай жолын. Жалпы кітап оқымайтын адаммын. Маған мақсат сондай бір нұсқасын айтып берген, әңгіме қылып. Абай осындай зомби. Неге ол анау болыстыққа таласып жатқан кезде, керісінше ол жаңағы болыстыққа таласып жатқандар темные силы деп неге келтірмеске деген нәрсе ғой. Немесе қодар қайтадан тіріліп келеді, кек алады. Кек алу үшін. Деген сияқты. Ол одан көп негізі бізде шығармалар жетеді, Құдайға шүкірше, бірақ соны жаңағы тереңірек зерттеп түсінсе, мысалы ұстан ұмытпасам бір 2-3 жыл бұрын Украинадан жас студенттер келді, артхаус стилінде түсіреді. Қазақша қандай шығармалар бар, қалай түсіре аламыз деп. Сонда мен Оралхан Бөкейдің шығармашылығы туралы айтып берген кезде, вау, жаңағы Қарғызын, ұйқым келмейді, олар кәдімгідей ойланып қалды, мынау қалай күшті деп ше. И оларда кәдімгідей мысалы Америкада болсын, батыс елдерінде қазір идеяға сусаушылық бар. Олар бұрынғы ремейктерін қазір түсіріп жатыр, әйтеуір былай да түсіріп жатыр, жаңағы бір шығарманы 10 рет уже экранизация жасап тастады. Олар мына Орта Азия енді қызықтырып жатыр да оларға, өйткені біздегі историялар бәрібір әлі жаңа, кейіпкерлер жаңа, незаезженный деген сияқты. Мысалы биыл ана Web Girl дегенді шығарды ғой, мысалы. Web Girl мед қалай ана? Мадам Паутина, мысалы. Мадам Web. Сол өтпей қалды да, өйткені ол тема уже жалықтырып жіберді оларды. Ол кейіпкер, ондай кейіпкер просто әйел болған үшін ғана көргісі келмейді. Олар жаңа кейіпкер, жаңа ерліктер күтеді да. И ондай нәрсе болмағаннан кейін өтпей қалды. И бәрі айтады, ол феминистический болғаннан өтпей қалды дейді. Мәселе ондай емес. Мәселе ол жердегі сюжет кәдімгідей жалықтырып жіберді. Ол сюжетті біз миллион рет көргенбіз. Просто орында басқа кейіпкерлер болатын. Сол. Мысалы маған Барби ұнады. Ал сол әйел кейіпкерлер туралы мынандай тест туралы естідіңіз ба? Немесе заң, Бекдел заңы дейді. Элисон Бекдел ма, сондай бір суретші ойлап тапқан сияқты. Қысқасы, бұл статистиканы көрсетеді, әйелдердің кинодағы статистикасын. Егер кинода басты кейіпкер әйел немесе әйел кейіпкерлер еркек туралы сөйлеспеу керек, және екеуінің аты аталу керек әйелдің. Сонда ол фем оптикадан өтіп тұр да, сол тесттен. Сөйтіп олар көп анализ жасаған 4500 туынды киноны, соның 58% сол өтіп жарамайды, өйткені әйелдер еркектер туралы талқылап отыр. Қарым-қатынас туралы. Ана «Секс в большом городе» мысалы кезінде, сол туралы ғой. Ол енді қазір қарап отырамын да, мен ойлаймын, ол да қазіргі оптикамен өтпей қалатын еді негізі. Ол негізі классика болып саналады, өзінің жанрындағы, жалпы. Сосын оның авторларының барлығы ұзақ уақыт дайындалған ғой, ол сериалды жаңа бомба жасаймыз деп. Шын мәнінде бомба өзінің уақытында жасады. Бірақ қазіргі оптикамен алған кезде оның ішінде көп жаңағы тақырыптар, таптаурындар,
фемиптікінен өтпей қалады. Ал қазақстандық сериалдың қайсысы өтетіндері бар ма? Ой, жоқ қой бізде. Жоқ, өтетіндер бар. Мен мысалы Қарлығаш ұя салғанда сериалы көрген кезде ең алғаш мен де стереотипті ойлап қарадым. Тағы да бір жаңағы қызды қазір бақытты қыла салады біреуге қосып деп, бірақ соңы солай аяқталды. Жігітке тұрмысқа шығады, жаңа 3 баласы бар жігітке, тұрмысқа шығып сөйтіп әйтеуір бақытты болады деген сияқты. Бірақ оған дейін алып келген жолы мысалы өте қатты ұнады маған. Жалпы кейіпкерді бізде андай ғой, бизнеспен айналысып өзін ғана күткен әйел, ол бір бақытсыз, сорлы, тек қана бір мысықтармен өмір сүретін, үйге келіп алып мұңайып отыратын, жаңағы тізесін құшақтап деген сияқты. Ал Қарлығаш ұя салғанда да ондай болған жоқ. Ол кәдімгідей өзіне сенімді, өзін жаңағы кем тұтпайды ол ешқашан. Тұрмысқа шықсын, шықпасын, өзім мен толыққандымын, маған ешкімнің қажеті жоқ деген сияқты. Былтырдан Ақбілек беді сондай кейіпкер? Әлде қайсында болды? Мағжан Жұмбаев 20 ғасырдың басында жазылған. Романды айтып отырасың ба? Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытов, иә. Өзі діттегеніне жеткен әйел. Иә, жалғыз. Сондай, жалғыз ба? Иә. Тоже бәрібір андай. Енді 20 ғасыр үшін ол үлкен жетістік болады. Басты кейіпкердің әйел болуы, ол туралы ойлай алу. Бірақ дегенмен мен мынандай ұстанымдамын қазір. Әйел туралы әйелдер жазу керек. Еркек қанша шебер, жаңағы суреттей алады, ол керемет суреткер, керемет жазушы дегенменен бәрібір іште әйелдер басқаша. Оған мен қалай түсіндім, оны Элиф Шафак деген түріктің жазушыны оқығаннан кейін түсіндім. Мен осы уақытқа дейін әйел жазушының әйелдерді суреттеген өте сирек оқығам да. Сосын Элиф Шафакты оқып отырған кезде ол кәдімгідей 100% менің ішіме кіріп кетіп, менің ойым жазған сияқты болды да. The 40 Rules of Love, иә? Қайсы ол? Элиф Шафак. Жоқ, Элиф Шафак ол басқа. Ол жаңағы махаббаттың 40 қағидасы. Ол Шафак емес. Шафак. Сол үшін мен қыздарға ылғи айтам, өзіміз туралы өзіміз жазуымыз керек. Сценаристер де қыздар көбірек болу керек, сауаттық қыздар көбірек болу керек, жазған кезде жаңағыдай режиссерларға еріп кетпейтіндей өз ойлары бар да. Енді Құдайға шүкір, қазір мен көп Сәлем Саушылда жұмыс істеген кезде қыз режиссерлар өте көп. Тәжірибелері аз да, өйткені режиссер болу үшін бәрібір тәжірибе керек. Өте көп тәжірибе керек. Кәдімгідей таңнан кешке дейін сен бүкіл өміріңді соған арнауың керек та, өйткені ол деген үлкен жұмыс режиссер. Ал сценаристер бар ма сіз сияқты фем оптиканы білетін? Бар, бірақ сол жаңағыдай айтып отырмын ғой. Аттарын атауға бола ма деген бұл? Так. Біраз қыздар бар, бірақ бар ғой, мынандай нәрсе өзім байқағаным, жаңағы өзімде де бар проблема, мысалы тапсырыс беретін арна бар, соның ығына жығылып кетеді да. Мына жерде болмайды екен дейді, соны жарайды деп өшіріп тастайды да, өздерінің принциптерінен шегініп кететін кездері болады да. Вот сондай болмау керек. Сол үшін шығармашылыққа, шығармашылықты білмейтін адамдар, әсіресе руководящий адамдар, мен түсінем, ақша сендерден, бірақ дегенменен шығармашылыққа олар көп араласып кетеді да, сөйтіп дұрыс нәрселер шықпай қалады. Сосын ескі сол салынып қойған соқа жолменен кете береді барлығы да. Ол кішкене дұрыс емес. Ешқандай жаңалық әкелмейді ол. Сол жолмен жүре бересің, сол бір айналып, заблудившийся сияқты өзің айналып бір жолға келіп түсе бересің, сол жүресің айналып. Ал бағана cancel туралы айтсақ, осындай сериалдарды немесе туындыларды сіз махаббат қызық болжолдар туралы қатты айтқансыз бір рет. Мысалы, оны мектеп программасы болса алып тастаған жөн ба? Әрине. Меніңше жалпы ойлану керек қой, енді білім министрлігі жан-жақта не болып жатыр, әлемде не болып жатыр, өйткені біздің балалар мектептен шыққаннан кейін әлемде мүлдем басқаша жағдай ғой деп айтпау керек қой. Меңтай деген кейіпкерді бір рөлдік модель қылып ұстанбау керек та, мысалы. Немесе дұрыс талдау керек. Бізде әлі күнге дейін менің көңілім толмайды мектепте әдебиетті қалай талдайтынына. Мысалы, менің кезімде әлі сол қалпы сақталған. Мынау жазушы неше шығарма жазған, ол қай жылы жазылған. Автор не айтқысы келді? Иә, не айтқысы келді. Сосын сен не дай бог өзіңнің идеяңды айтып қаласың бұл жерде, отыр екі. Олай болмайды ғой. Мен мысалы Американың стилі маған қатты ұнайтын. Қандай бір фильмдерде, сериалдарда Шекспир, Ромео Джульеттасы онша емес дейді, студент келеді.
мысалы бізде келіп біреу Абайдың мына өлеңі онша емес деп көріп бұтарын шығарады ғой. Ол кәдімгідей бүкіл Англияның бетіне ұстап отырған ақынын, жаңағы драматургын алады да, ол айтып отырған әңгімесі дұрыс емес. Махаббат деген ондай емес. Тіпті алған деп айтуға болады. Иә. Сондай теория бар. Сондай жаңағы талдауларға рұқсат етіледі. Демек бала өзінің бір анализін жасай алады, өзінің ойын түйе алады деген сияқты. Сол үшін бізде де әдебиетті талдаған кезде балалар талдай алу керек. Мен әлі күнге дейін есімде бір бала бізде нешінші ұмытпасам 8-ші сыныпта ма осылай айтып қалды. Шоқан Уәлиханов өзінің уақытында ғана жұлдыз, егер ол біздің уақытқа келетін болса, ол ешкім емес деп айтып қалды. Болды, бүкіл жаңағы әдебиет тарих мұғалімдер оны жек көріп кетті, сен Шоқан Уәлихановқа сөз тигіздің деп та. Шын мәнінде былай қарап тұрсаң, қазіргі оптикамен алған кезде Шоқан Уәлиханов қатардағы мүмкін адам болар ма еді? Егер тура сол кездегі білімін, сол кездегі жаңағы ерекшеліктерін алатын болсақ. Қытайға барушы еді, сауда жасап. Travel блогер болады. Қаргоста жүреді. Бірақ оған просто андай ғой, біз комплекс бар да, бір ешкімге тиісуге болмайды, барлығын киелендіру керек деп. Кеше ғана бір блогердің жазғанын оқып қалдым. Егер КГБ-ның барлық құжаттарын жарыққа шығаратын болсақ, егер біздің бүкіл элитаның артында қандай нәрселер болған, қандай әрекеттерге барған оқитын болсақ, шын мәнінде онда мүлдем басқа тарих жазылар еді деген нәрсені. Шын мәнінде біз оларды киелендіре бермей, салқын қанды қарап үйренуіміз керек та. Сосын оларды қателіктер үшін жек көріп кетпей, сабақ алып содан ол қателіктерді болашақта қайталамауды ғана үйренуіміз керек. Болды, ода тұрған ештеңе жоқ. Оған біз сөз келтіріп жатқан жоқпыз, тек қана олар қателесті адам ретінде, олардың заманы бөлек болды, жұтқан ауасы бөлек деген сияқты, жеген тамағы бөлек. Сондықтан оған ешқандай ренжудің қажеті жоқ, тек қана қабылдау үйрену керек та. Ұлт ретінде біз бүкіл өзіміздің минустарымызды түсініп үйренуіміз керек. Кеше ғана Ғалымжан Молданазар көргенсіз деп жаңағы айтты деп жерден алып жерге салып жатыр екен. Мен айтамын, енді оның айтқаны шындық қой. Көп нәрседе біз артта қалып қойдық. Көп нәрседе біз әлі күнге дейін өзімізді өзіміз кері қарай тартамыз. Әйтпесе біраз мүмкіндіктеріміз бар біздің. Әлі де күресе алатын мүмкіндіктеріміз бар. Жалпы кітап туралы, шығармалар туралы айтып жатырмыз. Біз кітап оқи алмайтындарға қандай кеңес бере аласыз? Осы кітап оқу деген нәрсені көп айтасыз ғой. Енді менің бір достарым бар, мысалы, кітапты мүлде оқымайды, бірақ өте сауатты. Олар енді басқа нәрселерден көреді. Ол мысалы визуал болуы мүмкін. Подкасттар көреді, жаңағы әртүрлі нәрселер тыңдайды, аудио кітап тыңдайды деген сияқты. Сондықтан мен отырып алып, жаңағы бүкіл барлық кітап оқып жатыр екен, ал мен кітап оқымасам бір жерім кем деген нәрсеге кішкене дұрыс емес та ол. Мысалы, мен өзім подкаст дегенге енді үйрендім. Бұрын мен тыңдай алмайтынмын. Маған міндетті түрде оны оқу керек, өйткені тек қана көріп қана ойымда сақтайтынмын да. Қазір мен керісінше көп уақытымды да үнемдеу үшін жүріп бара жатып, құлағыма бірдеңені тығып алып тыңдап бара жатам да, мысалы. Оның да ешқандай сөкеттігі жоқ. Бірақ кітаптың жалғыз үлкен беретін бір несі, ол сен сауатты жазасың, сосын сөйлемдерді дұрыс қолданасың. Өткен кезде бәрібір әдеби жаңағы жазылған шығарма ол басқада, тыңдаған кезде жаңағы ауызша айтылған әңгіме ол басқаша. Жаңағы сөйлемдердің құралуы, орындары деген сияқты, сөздердің жазылуы. Қазір мысалы адамдар күйеу деген сөз жаза алмайды деп қазір енді күлеміз ғой, мысалы. Ойлайсың да, ол қарапайым кітап оқымағандықтан ғой, ол әйтпесе күйеу деген сөздің ойбай неше бір 7-8 түрі бар ананың жазылуының. Мен айтамын, қалай бір сөзден осыншама жасауға болады. Немесе иә дегенді емен иә алып жазады. Менің ойымша ол мына екі кнопка бір-біріне екі содан деп ойлайсың ба, или просто дегенге созылу қиын шығар мүмкін. Білмеймін. Жалпы мен бірақ қызық нәрсе байқаған, кітап оқитын достарым бар. Қате жазады. Білмеймін, бірақ сондай нәрсені байқап қалдым. Мен мысалы өзім мынандай мектептегі ережелердің көбісін есімде жоқ, бірақ сөздерді жазған кезде, мысалы, мен кітаптан есіме түсіремін. Мына кітапта осылай жазылып еді, үтір мына жерде қойылып еді деген сияқты мысалы нәрселерді сол кітаптан есіме түсіремін. Әйтпесе ережелер жартысы есімде жоқ. Өзім үшін айта аламын, мен өзім кітап оқымайтын адаммын, жалқаулығымның кесірінен де. Бірақ мен кішкентайымнан
әріптерді жалпы қатесіз жазуды жылдам үйреніп кеттім. Өзімнің класстастарымның ол да бір ерекше қасиет шығар. Өйткені енді қазір кішкене сауаттылық жағы бізде өте қатты ақсап тұр, кішкене емес, өте қатты ақсап тұр. Сосын жаңағы әйтеуір сенімді болсын деп леп белгісін пытырлатады ғой кәдімгідей ше. Иә. Айғайлап жүріп ана кәдімгі құлағыма айғайлаған дауысы келеді леп белгісін көрген кезде. Ал қандай әдеби сіз енді филология оқыдыңыз ғой деймін? Иә, қазақ тілінен. Әдеби туындылардың ішінде қайсында әйел кейіпкерді жақсырақ көрсеткен, қайсында жаман көрсеткен бір 2-3 мысал келтіре аласыз ба? Қайсын мысалы Ақбілек ол жақсы, әйел еркіндігі туралы. Ал тағы мысалы мен Мұхтар Мағауинді өте қатты жақсы көремін да. Бірақ оның әйел махаббаты деген шығармасы маған ұнамайды. Ол жерде жаңағы енді ойы бойынша әйел махаббаты тұрақсыз, өзінің сүйгеніне сөзінде тұрмай басқа адамға тұрмысқа шығып кетеді, сосын ол басқа мен біреу көзіне шөп салғысы келеді деген сияқты әңгіме бар да. Мысалы мен онымен кішкене келісіңкіремеймін, бірақ оның Аласапыран шығармасында әйел кейіпкерлердің барлықтары өте мықты, өте ақылды, жаңағы Ораз Мұхаммедпен тең сөйлесетін, тең дәрежеде жаңағыдай елдің бір мәселесіне қатысты шаруаларда күшті көрсетеді. Осы жақында ғана жаздым, Ділшат Сұлтанымның босану сахнасы менен жаңағы өлім сахнасын суреттеген кезде Ділшат Сұлтанымды кәдімгідей бүйтіп деп андай басына неміп шығатындай қылып суреттеген да. Мысалы мен үшін жалпы қазақ қыздарының рөлін ең әдемі суреттеген, ішкі жан дүниесін суреттеген ол Дулат Сәбек Қарғын, мен барлығын айтатын шығарма. И Дулат Сәбек кейін оны қанша 10 рет оқыдың дедіңіз бе? 30-дан аса рет оқыдым. Ауырып қалған сайын оқитынмын ол кісіні ше. Қазір енді ауырмай жүрмін. Содан ол кісінің өзінің айтқанында сол, мен әрбір қазақ қызы осы Бағила сияқты өзіне сенімді, ақылды, білімді болғанын қаладым деп жазғанда мысалы. Сосын мен үшін жаңағы бірінші феминист жазушы деп айтсам екен, ол Ғабит Мүсірепов. Мысалы бүкіл аналардың образдары ана әйелге деген әділетсіздікті бірінші ұлпанда кәдімгідей суреттеп жазады. Біз қыз баланы жаңа қыз ретінде құрметтемейміз, әйелді әйел ретінде құрметтемейміз, тек қана әбден кәртайып кемпір болғанда, ана болғанда ғана құрметтейміз. Оның ең гүлдеп өсіп өмірдің рахатын көретін кезінде біз оны құрметтемейміз, оны төмендете береміз деп жаңағы айтатын жері бар. Бірақ өкінішке қарай оны мектепте бізге айтқан жоқ ол жерін, мысалы ешкім. Ол жерін кейін мен оқып өзімнің бір ой жеткен деген әдеби жарысым болды. Сол кезде балаларменен оқып отырып, сол кезде ғана барып, мына жерінде былай деп жазған екен ғой деп, мынау нағыз фемоптика ғой деп кәдімгідей шын мәнінде керемет кейіпкер жасап шығарған. Және ешкімнің назар аудармайтын бір нәрсесі бар ол жерде тағы да, Ұлпанның жан құрбысы бар, Шынар деген. Сол романда. Сол оны бәрі сол Шынарға ешкім жаңағы Ұлпанның жаңағы ел биледі, күйеуіне адал болды деген ғана жағын ғана қарайды да, Шынармен қарым-қатынасын ешкім қарамайды. Шынарды не үшін қосты? Ғабит Мүсірепов ол жерге бір кейіпкер көбейтейін, бетін көбейтейін деген үшін емес, ол салыстырды. Ұлпан жаңағы жастайынан үлкен ер азаматқа тиіп әйел бақытынан айырылып қалған Ұлпан және өзінің қарапайым жаңағы сүйген адамына тиген Шынар. Сіз осыны жайна плюсте келтірдіңіз ғой деймін? Жоқ, жайна емес, осы жақында бір подкастта айттым соны. Мен айтайын деген жайнаның құрбысы. Иә, ол жайнаның, оның да аты ол болсын, жаңағыдай ондай құрбыларды өмірімізде өте көп. Бұл әдейі жасалды ма? Әдейі. Образдарды ойлап тапқан кезде әдейі ойлап таптық соны. Жаңағы бізде ондай өмірде шын сондай қыздар бар. Өздері тұрмыста жаңағыдай стереотиптермен тұрмысқа шығып кетеді, сосын басқа қыздарға соны үгіттейді. Мен сияқты өлмей жүресің ғой, тұрмысқа шыға сал деген сияқты да. Сол үшін біз жаңағы Ляны қостық та. И көп қыздар сол туралы жазған. Менің де осындай Ля сияқты бір құрбым бар деп. Иә, бірақ ондайлар жоқ ау деп жазып кеткендер болды. Қазір табу қиын деген сияқты ондай құрбы. Иә. Сосын сіз Овертон терезесі деген естігенсіз ба? Иә, естігемін. Білемін. Сіз соған уайымдайсыз ба негізі? Мен түсіндіре кетейін, ол белгілі бір идеяны біртіндеп халық санасына енгізу теориясы. Мысалы, каннибализм. Иә. Сосын жаңа педофилия, каннибализм, инцест деген тақырыптарды жалпы ЛГБТ-ны барлығын солай кіргізу деген. Бірақ мен одан гөрі
америкалық лингвист Ноам Хомски ұмытпасам, немесе Чомски. Соның 10 видов манипуляции сознанием толпы деген несі бар, мақаласы бар. Ананың әрбір жаңағы 10 түрін зерттеген сайын біздің қоғамда соның барлығы бар. Қоғамды жаңағыдай бөжай теориялармен, әсіресе сол овертон терезесімен қорқыту. Мысалы жаңағы сол осы заңды қабылдағанның өзінде міне сендерге ЛГБТ-ні әкеле жатыр. Балаларыңызды тартып алады деп. Әдейі сондай манипуляциялық сөздер қосады да, адамдар қорқады. Оны ана түбіріне тереңдеп зерттеуге әркімнің уақыты да жоқ, жаңағы білімі де жетісе бермейді. Сосын андай бір қорқынышты нүкте сөздер бар, енді біздің қоғам үшін қорқынышты. Соларға басады кәдімгідей. Сосын ол жаңағы билік тарапынан манипуляция ғой. Сол кезде бір несі бар, жаңағы барлық жоғары білім, ол жаңағы кибер білім, нейробілім, мысалы нейробиология, нейроинженерия туралы төменгі тап өкілдеріне ол білім жоқ. Ол тек қана жоғарғы таптарда бар, олар өздерінің жаңағы мүддесі үшін қолданады, қарапайым халық ол туралы ештеңе білмейді, тек қана мусорды жеп отыра береді деген нәрсе. Олар бізде бар, шын мәнінде. Біз неге 30 жыл бойы неге өсек төсектен ажырата алмай қалдық? Өйткені қоғам сондай қажет болды, сондай қоғам болды. Қазіргі жағдайда біз ештеңе істей алмаймыз, өйткені бізде білім жоқ, қарсы шығатын. Бізде ондай білім жоқ, бізде құрал жоқ ешқандай кәдімгідей. Біз қарсы шыға алмаймыз. Бізге сол манипуляцияның барлығы көп жағдайда істелініп жатыр. Бір қызығы сол жаңа технологияға қатысты ондай қорқыныш жоқ та, көбісіне тек 5G-ға ғана. Ал идеялардан қорқады. Мысалы, телефон мен ноутбук келген кезде ешкім бұл батыстың жаман нәрсе деп айтқан жоқ. Сайтани құралдары деп. Сайтани құрал деп ешкім айтқан жоқ. Бірақ, мысалы, тағы бір манипуляцияның сол әдісі, жаңағыдай бөжай факторларды жаңағы әдейі шығарады бірінші алға. Сосын шын проблема шығады ғой. Сол кезде шын проблеманы шешпейді, ана проблеманы шештік деген жаңағы вид создавать етеді. Ол біздің қоғамда өте жиі ондай, біз жаңағы отвлекающий маневр дегенге енді үйреніп алдық. Оның барлығын ол осыдан 30-40 жыл бұрын жазып кеткен, оны Ноам Хомски мысалы. Содан ойлаймын да, овертон терезесінен гөрі сол манипуляцияның 10 түрін бізге жақсылап жаттап алу керек та, ажырата алуды үйрену керек мысалы. Әйтпесе овертон терезесінен мен саналы түрде егер білімің болатын болса, ол манипуляцияға ермеуге де болады. Оны әлеуметтанушылар жоққа шығарған. Өйткені фреймдер теориясы деген бар екен. Кеше ғана білім. Осыны қарағанда фрейм деген бір не ғой, шек, рамка. Әр адам өзінің бір рамкасында өмір сүреді, және мысалы музейде бір рамка. Музейде дауыс көтеріп сөйлеуге болмайды, заттар ұстауға болмайды деген ережені сол қатысушылар қалыптастырады. Және ол дәстүр бая өзгереді. Сондықтан да мысалы біз кенет орыстар қазақ тілін үйреніп кете алмай жатыр да, 30 жыл бойы. Ал мысалы каннибализм деген ол мүлде кірмейтін нәрсе да. Сондықтан осындай моменттерге қарамай келеді. Зерттеулерді талай зерттеу жасаған әлеуметтік. Енді бұның барлығының шешімі бар ғой. Бізге қазаққа қарапайым тілде осы нәрселерді түсіндіруді қолға алу керек. Біз жаңағыдай енді фреймдер теориясы деп айтпай ақ. Фреймдер теориясы деп түсінсек, қойшы мынау не оттап отыр дейді, ары қарай өтіп кетеді да, ол бір Тұрсынбектің бір монологын көріп отыра береді десең, сондықтан ол үшін бізге қарапайым тілде кәдімгідей міне мынау А, мынау Б, мынау Ә деп түсіндіретіндей жағдайға жеткізуіміз керек та. Сосын мен мысалы көп мақалаларды іздеген кезде мен Google-ды барынша қазақша пайдаланғым келеді, бірақ мақалалар таппаймын қазақша ондай нәрсе. Сол үшін біз мен мысалы қазір жастарға айтар едім, егер сіздердің қолдарыңыз бос қазір шын мәнінде ғылыммен айналысқыларыңыз келсе, шын мәнінде қоғамға көмектескілеріңіз келсе, сондай ғылыми теорияларды қазақшаға аударумен айналысу керек. Мысалы мен бүкіл филологтарға айтам ылғи, таңнан кешке дейін ана диплом қорғаған кезде аласапырандағы тұрақты сөз тіркестері, ұлпан романындағы қос сөздер деген сияқты тақырыптарды алмаңдаршы. Ол ең оңай, бірақ халыққа ең зиянды тақырыптар ол. Одан пайда жоқ, сен қорғайсың да кетесің, одан не өзіңе пайда жоқ, ештеңе жаңадан білмейсің. Әшкере жасау керек, әшкеролог болу керек. Керісінше бір
жаңа теориялармен салыстыра отырып, мен мысалы бір қызға осыдан қанша жыл бұрын, 5-6 жыл бұрын ба бір тақырып тауып берген, Робин Шарманың философиясы, қазір сол бір 5-6 жыл бұрын ол кәдімгі хит болып тұрды ғой, Феррарин сатқан монах деген бір шығармалары. Сол мен айтам, осының мынау бәленбай кітабында айтқан нәрсені Шәкәрімнің 10 өлеңінен тауып бере аласың сен. Соны екеуін салыстырып отырып, міне қазіргі 19 ғасырда өмір сүрген ақынның көзқарасы менен қазіргі 21 ғасырдағы өзекті болып тұрған нәрсені салыстырып, екеуін салғастырып, сондай диплом қорғаш деп. Одан кейін қорғады ма, қорғамады ма білмеймін, бірақ қатты қызығып соған зерттеп, кәдімгідей күнде бір өлеңін жіберетін, мына өлеңін қараңызшы депші, содан кейін жоқ болып кетті ғой. Бірақ меніңше сондай нәрселер керек. Егер шын мәнінде біз әдебиетімізді адамдар танысын дейтін болатын болсақ, егер шын мәнінде біздің шығармаларда негізі өте күшті нәрселер бар, былай қарап тұрсаң. Просто біз оны басқа жаңағы енді социалистік реализм тарапынан қарадық, қазақ реализм тарапынан қараған жоқпыз деген сияқты. Көп жұмыс істеліну керек әлі де, зерттелу керек, және зерттеуге былай тақырып таласпай бір-біріменен зерттеуге тыныш қана болады. Сосын сол жаңа Овертон туралы қоса кетсем, ол халық бір батыста бөтен адамдардан қорқады да, бірақ бізге ең қатты әсер ететін жақындарымыз емес, мысалы сектаға кіргізетін жақындарымыз, газлайт жасайтын жақын. Және бұл тұрғыдан менше Овертон қисынсыз сияқты көрінеді. Ол да орыс саясатының әсері ғой. Бізге кім бөжай, батыс бөжай. Шын мәнінде былай қарап тұрсаң, біздің көшпенді халық ретіндегі еркіндікке ұмтылуымыз, ол кәдімгі мынау америкалықтардың, мен ұмытпасам Нұрғожа қойдың бір салыстырған түрік қағанаты менен Америка құрама штаттарының қандай ұқсастығы бар дегенде. Салыстырған кезде жаңа біздің конституциямыздан бастап, жазылмаса да, бірақ түркі халықтарының ұстанған сол кездегі заңы кәдімгі қазіргі ақш конституциямыз деп бәленбай жыл, 100 жылдар. Сөз бостандығы. Сөз бостандығы, жаңағы адамның құқы деген барлығы, жаңағы жан-жануарларға қарау барлығы сол болған. Дала заңы деген болған. Тұтқынды жаңағы өлтірмеу, қинамау деген нәрсенің бәрі бізде болған. Әр халық өзінің тілінде сөйлесін. Біз мысалы бір территорияда тұрсақ та әрқайсының өзінің тілі болды, өзінің ұстанымы болды, өзінің діні болды. Шектеу болмаған ешқандай. Соның бәрі қазіргі тура Америка құрама штаттары, былай қарап тұрсаң. Үндістердің, олардың мақал-мәтелдерінің бізге ұқсастығының барлығын, шын мәнінде қазір соны зерттеу керек та бізге. Біздің еркіндігіміз сол жақта негізі. Жақсылық Сәбитов те айтады, бір толқын, Еуразиядан көшкен бір толқын, ол шында да үндістердің бір толқыны. Меніңше солайынан, өйткені олардың көп ұстанымдары, сосын адамдарға ат қоюының өзі бізге ұқсайды ғой олардың. Табиғатқа еліктеп қояды. Сондықтан сол нәрсені зерттеу керек та бізге. Біз орыс көзқарасыменен қабылдауды қоюымыз керек. Біз әлі күнге дейін ағылшын тілін үйренген кезде орыс тілі арқылы үйренеміз. Сосын бізге қиынырақ ағылшынды үйрену. Өйткені біз әуелі қазақшадан орысшаға аударамыз, сосын орысшадан ағылшыншаға аударамыз, сөйтіп отқанда уақыт кетіп қалады. Егер біз қазақша мен ағылшыншаның екеуін қатар қоятын болсақ, біздің тіпті көп әріптердің айтылуы да ұқсайды. Сосын тіпті Happy Birthday-дің өзі, мысалы, былай қарап тұрсаң, орыстар с днем рождения дейді, қазақтар соны туған күніңмен деп тікелей аударып алғанда, негізі ағылшындар, мысалы, Happy Birthday, жаңағы счастливого дня рождения ғой, мысалы, ал біз туған күнің құтты болсын деп айтамыз. Яғни калькадан біз сол арқылы ғана кетеміз. Калька стоп. Сол үшін жаңағыдай бізге тура орыс тілінсіз өзіміз былайынан шығуымыз керек та. Түріктер сияқты мысалы. Сондықтан айтып тұрмын ғой, қазіргі жастарға зерттеймін десе тақырып жетеді, ізденем десе, жазам десе, сол үшін біз тынбай кәдімгідей қазіргі бүкіл еркіндігімізді, бүкіл күшімізді, жігерімізді, өзімізді тануға ұмтылуымыз керек, басқаларменен жаңа салыстыра бермей таңнан кешке дейін. Менше соңғы сенде сұрақ қалды ма? Менде бір сұрақ қалған сияқты. Еркектер нәзіктеніп, гейленіп кетсе, ел қорғай алмай қала ма? Қыздар қорғайды. Сондай теория бар. Ондай теориядан бұрын мен сенбеймін оған. Мен мысалы мынадан қорқам. Мысалы бір үлкен журналистпенен сөйлесіп отырмыз да, сосын ол
6-7 жыл бұрын Таразда болды ғой, мына баласын жолда кетіп бара жатып машинада босанып баланы көшеге лақтырып жіберген жағдай болды. Сол кезде ана қызды шешесі екеуін соттады. Сосын мен жаңағы үлкен журналисттен сұрап жатырмын да, мен түсінемін барлығын. Иә, ол жерде қыз да кінәлі, мамасы да кінәлі, бірақ баланың әкесі қайда? Ол жалғыз өзінен өзі аяғы ауыр болған жоқ қой. Неге біз қыздардың ерте жүкті болуының алдын алу үшін қыздарға ұрса бермей, оны жүкті отырған жігіттерді неге жауапқа тартпаймыз деген кезде жаңағы үлкен журналистің маған айтқан жауабы. Онда жігіттер үйленуді қояды, доғарады. Жалпы бәрі гей болып кетеді, қыздарға жақындауды қояды деген әңгіме айтты да. И мен бүкіл психолог, қандай жаңағы социолог бәрінен сұраймын, шынымен сөйтесіңдер ме деші. Сонда сендерге ұрпақ өсіруден гөрі жеңіл секс қана керек пе? Сонда сендерге ешқандай жауапкершілігі жоқ секс қана керек пе десем, барлығы да қашқақтайды ол сұрақтан ше, ешкім жауап бергісі келмейді. Мен айтамын, ол мүмкін емес қой. Қыздар жаңағы заңды қаталдатсақ, жігіттерге жауапкершілікті айтсақ, барлығы бірден гейге ауысып кетіп, елімізде ешкім қорғамай қалады деген теория, ол кәдімгі сол жаңағы кезекті бір бөжей сияқты. Иә, және ол табиғи нәрсе ғой, гомосексуалдық. Адам гейге айналмайды, ол гей болып туады. Сол нәрсені оқу керек адамдар. Ол ешкім андай геймен сөйлескеннен кейін ол сілекейден шықпайды, ол қол алысқаннан шықпайды. Оны адамдарға түсіндіре алмайсың. Немесе егер жаңағы ЛГБТ туралы фильмдерді көргеннен адамның бәрі ЛГБТ болып кететін болса, осы уақытқа дейін гетеросексуалды фильмдер болды ғой, неге ЛГБТ-ның барлығы гетеросексуал болып кетпеді? Иә, рас. Ол кері қарай жұмыс істеу керек еді ғой. Бірақ ол теорияларға ешкім жауап бере алмайды. Сондықтан ол бос әңгіме. Оған сенудің қажеті жоқ. Меніңше, мен біраз жігіттерді білем. Олардың мінездері қыз мінезді болғанменен жауапкершілікке келген кезде олар көп, жаңағы сыртына қараған кезде батыр тұлғалы жігіттерге қарағанда олардың ер мінездері өте көбірек. Сондықтан өтірік теория. Иә, келсем. Менше болды біздің сұрақтарымыз. Бірақ әлі талдайтын нәрсе болашақта көп болады. Менше тағы кездесеміз. Бұйыртса. Тез таптан бөлек. Тез тапқа келіңіздер. Иә. Куиздардан қалмаңыздар. Мен қыздар сұрайды да менен, сіздің айналаңызда сондай күшті жігіттер бар, қайдан тауып аласыз деп. Мен айтамын, куиздарға барыңдар десе, ол жерде андай псих жігіттер жүрмейді, ол жерде күшті, ақылды, интеллектуалдар жүреді. Бұрын кітапханаға, қазір куиз. Сондықтан куиздарға барыңдар, кітапханаларға барыңдар. Кофейняда қазір мен көрем, кейде жігіттер жалғыз өздері кофе ішіп, бірдеңесін жұмыстарын істеп отырады да. Риза боламын мен. Көшеде тас теуіп, лағып, бөтелке лақтырып, бірдеңемен төбелесіп жүргенше, сөйтіп жұмыс істеп отырғаны күшті ғой. Білмеймін, ол мүмкін менің андай бір сексистік көзқарасым емес енді, бірақ сол жігіттерге сондай нәрсе жарасатын сияқты. Басқаша қарау керек сияқты маскулиндікке ше, бізге ол жаңағы еркек болу үшін міндетті түрде біреуді алып соғу керек екен, жаңағы жағын сындыру керек екен деген нәрсе емес. Жауапкершілікке көбірек қарау керек сияқты. Сол. Рахмет. Әумин десең. Подкаст.